Сәлем досым, бұл видеода саған DaVinci Resolve'да видеоны қалай баяулатуға және тездетуге болатынын көрсететін боламын. Түсірген видеоңыздың кейбір кадрларында белгілі бір әрекет немесе қимыл қозғалыс болса, оны әдемілеп баяулатуға болады. Оның программадағы аты Timer Mapping деп аталады. Сіз видеоны баяулату арқылы көрушінің назарын белгілі бір объектіге бұраласыз, немесе видеоңызға өзіндік бір эффект бере аласыз. DaVinci Resolve'да видео жылдамдығын өзгертудің бірнеше тәсілі бар. Оның біріншісі клиптің үстіне басып, оң жағына басып, Change Clip Speed дегенді таңдаймыз. Және бұл жерде проценттік көрсеткішін арттырып немесе төмендететін боласыздар. Біздің жағдайымызда, мысалымызда 200%-ға қойып көрейік. Видео жылдамдығын арттырып, Change'ті бастым. Міне, видео жылдамдатылды. Ал егер де баяулататын болсақ, қайттан басамыз және мына жерде видеоның кадр секунды өзі 100% болып тұрады. Бізге керегі 50%, яғни 2 есе баяулататын боламыз. Change. Көрдіңіздер, баяулатылды. Бірақ Change Clip Speed арқылы сіз видеоның жылдамдығын өзгерткен кезде мынаны ескерген жөн. Мына видеода баяулатқан кезде байқаған шығарсыздар міне. Бұл видео до конца бітпеген, яғни 100% болатын болса, оның жартысы осы жерден қалып қалды. Яғни бұл жерде мына жерге галочка қоймасаңыз, видеоңыз кесілген болып табылады. Басынан көрсетейін, мысалы новый жаңасын алып. Егер де біз баяулататын болсақ, және видеоның А точкасына Б точкасына бізге керекті болатын болса, біз 50% таңдап, мына жерге галочка қоятын боламыз. Галочка қоятын болсаңыз, міне толықтай түрде тау барлық көрінді. Ана жақта міне айырмашылығы видеоның дәл ортасынан кесілді. Мына жақта таудың үсті де бар. Осыны ескерген жөн. Change Clip Speed. Мына жерге галочка қоямыз. Ripple Sequence деген. Егер де сіздің видео кадрыңыздың тек ортаңғы жағын ғана жылдамдығын арттырғыңыз келсе, сіз лезвиені аласыз, дәл орта жағын өзіңізге керекті жерді кесіп алып, ортасын белгілеп, Change Clip Speed, тек сол жердің ғана жылдамдығын арттырасыз. Міне, бұлай көрінеді. Келе жатады, тездетілді, қайттан баяулатылды. Бірақ мен сізге бұлай кеңес бермеймін, себебі бұл жерде орысша айтқан кезде скачок бар, яғни бір переход секіріп, екінші кадрға секіреді. Яғни плавно болмайды да, мысалға келе жатады, резко жылдамдығы артып кетеді. DaVinci Resolve'дың өзінің встроенный тағы бір тәсілі бар, видеоны баяулатудың және жылдамдатудың. Оны қазір айтып кететін боламын. Жылдамдық арттырудың келесі тәсіліне көшетін болсақ, видео кадрды аламыз, таймлинияның үстіне қоямыз. Бұл жердегі кадр таудың үстіне салынған үйлер, яғни дронға түсірілген. Екінші тәсіліміз, біз оң жағына клиптің үстіне басып, оң жағына басып, Retime Curve дегенді басамыз. Retime Frame, астыға стрелканы басамыз. Бізге керекті Retime Speed'ке галочка қойып, Retime Frame'дегі галочканы алып тастайтын боламыз. Міне енді біздің кадрымызда қай жерін баяулату керек, қай жерін жылдамдату керек анықтап алуымыз қажет. Мысалы міне үйлер енді көрініп бастаған кезде біз баяулатып көрсетуіміз болады. Ол үшін Retime Speed'дің үстіне бір рет басамыз, линиясының үстіне А точкасын белгілейміз және үйлер толық көрінді, Б точкасын белгілейміз. Яғни осы ортасындағы аралық баяулатып бізге көрсетілетін болады. Ол үшін бірінші бөлігін біз жылдамдығын арттыратын боламыз. Retime Speed жылдамдығын арттырамыз. Және бұл жерде достар ескере кететін жағдай, бұл жерде потолок 300%-ке дейін жылдамдатуға болады. Кейбір жағдайларда бұл жетпей жатады. Мысалға менің жағдайымда да бұл қатты тез деп ойламаймын. Және 300-ден асыру үшін мына жерде оңға қарай жүргізу арқылы міне 1000-ға дейін жеткізуге болады. Міне 600-700-дің өзі жеткілікті болатын шығар. Так, 9-ға дейін апарайық. Міне. Жылдамдық артты. Және ортасында жылдамдықты баяулатсақ болады. Және үшінші бөлікті дәл сондай қылып жылдамдығын арттыратын боламыз. 900.
бұл яғни 905% дегеніміз, бұл яғни біз былайша айтқан кезде үйдің потологын ұзарттық, ал бірақ та видеоның кадрын әлі ұзартқан жоқпыз. Мына жерде әлі 300%-ға дейін тұрды. Яғни осы жерден тез боламыз. Міне көрдіңіздер ғой. Бірақ бұл жерде әлі бірдеңе жетіспей тұр. Бұл жерде жетіспей тұрған нәрсе бұл плавность, орысша айтқан кезде. Яғни переход екі кадрдың ортасындағы жылдамдатылған кадр мен баяулатылған кадрдың ортасындағы переход біз былай түзейтін боламыз. Міне. Енді мынаны таңдап осын басамыз. Яғни переход плавный болатын болады. Плавный дегеніміз қазақшасы ақырындап баяулап ауысатын болады. Егерде достар ортасындағы баяулатылған кадр өте ұзақ болып кетті деп ойласаңыздар, дәл осы дөңгелекті ұстап, оңға солға жылжыту арқылы қысқартсаңыз болады. Кадрдың барлығы қалады, тек баяулатылған ортасындағы бөлшегі ғана қысқаратын болады. Міне былай келе жатады, баяулатылды және жылдамдық артып кетті. Егер де осы видеоны соңына дейін қарасаң, алғысым шексіз. Достар, осы видеоға лайк басуды және каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды.